болса, қол өнері үйренбек керек. Мал жұтайды, өне жұтамайды. Алдау оспай адал еңбегін сатқан қол өнері қазақтың әулесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуелі болсынды осымен асырайын деп, артық ісмелер деп жүріп, көріп, біраз істес болып, түскен өнер іздемейді. Осы қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсынан тартып жатып алады. Екінші, ерінбей сөйбері керек қой, бір-екі қара тапса малға бөге қалан кісінсіп, маған мал жоқ па дегендей ғой, еріншектік, саудал сағыртыққа, кербездікке салынады. Үшінші, дарқанысың ғой, өнерлісің ғой шырағым, немесе ағайке, нең кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде, маған да бір жарнарыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілінде мақтандырып кетеді. Төртінші, тамшыда өледі. Бағанаға алдамшы шайтан тамыр боқ деп, бір болымсыз нәрсені берген боп, артынан үй тиемін, бүй тиемін, қарық қыламын дегенге мәз боп, тамырым, досым десе, мен де керектінің бірі боп қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп, үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оны жетпеген жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзіне қосып, қылып бер дегенінің бәрін қылып беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айырылып, тамақ, киім, борыш есіне шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын пұлдап қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп сонымен табыс құрамай, борыш асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш болады, және біреуге алдатқыш болатұғының қалай? Бұл 30-ші қара сөзінде Абай атамыз айтпақ болғаны, мал бір жұттық, ал өнер мәңгі жұтамайды. Абай атамыз қолынан өнер келетін адамдардың төрт түрлі кеселін реттеп айтып кеткен. Бірінші, өнер арттырайын деп ізденбейді, білгенін қанағат тұтып, талапсыздық танытады. Екінші, еріншектік пен кербездікке салынады. Үшінші, қу тілге алданып, мақтан қуып кетеді. Төртінші, тамыр таныстың жөнін білмей, ақыры қарызға батады. Абай атамыз адал еңбек етуді, ешкімнің қу тіліне сенбей, өзінің өнеріне сенуді талап етеді. Оған мына өлең дәлел. Сенбей жұртқа тұрса қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығарып, білімің мен ақылың екі жақта.